Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жобаның презентациясы. Оқу мақсаты: ортақ қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу. Яғни біздер бүгін осы 5-ші сыныпта өткен Scratch программалау ортасында жасалған өзіміздің бір жобамызды, яғни Scratch программалау ортасында сол туралы жоба жасайтын боламыз. Ол жобаны біздер PowerPoint программасында орындаймыз. Яғни біздің жобамыздың тақырыбы Scratch программалау ортасының мүмкіндіктері. Жобаны құрудың мақсаты Scratch программалау ортасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, өз шығармашылық жұмыстарын ұсыну. Жобаның тапсырмасы: Scratch программалау ортасы туралы мәлімет. Яғни ғаламтордан Scratch туралы мәлімет іздеп, оны PowerPoint программасына орналастырамыз. Екінші программада өздерінің жобаларını жасаңдар делінген, яғни Scratch программалау ортасында жасалған жобамызды осында бекітеміз, яғни оны файл түрінде алып келіп слайдқа қоятын боламыз. Үшінші, Scratch программалау ортасының артықшылықтарын анықтаңдар, яғни қандай артықшылықтары бар, мүмкіндіктері туралы жазатын боламыз. Яғни ол үшін бізге тағы да бірінші тапсырмадағыдай ғаламтор керек болады. Ендеше осы тапсырмаға көшетін боламыз. Scratch программалау ортасының мүмкіндіктері тақырыбында жоба жасайтын боламыз. Ол үшін бізге PowerPoint программасы керек. PowerPoint программасын ашып, жобамыздың тақырыбын жазатын боламыз. Тақырыбымыз Scratch программалау ортасының мүмкіндіктері. Scratch программалау мүмкіндіктері тақырыбы, яғни екінші слайдқа біздер жобаның мақсатын жазамыз. Жобаның мақсаты: жобаның мақсаты Scratch программалау ортасының мүмкіндіктерін пайдаланып өз шығармашылық жұмыстарын ұсыну. Яғни жобаның мақсаты Scratch программалау ортасының мүмкіндіктерін пайдаланып, өз шығармашылық жұмыстарын ұсыну. Келесі слайд бетіне Scratch программалау ортасы туралы мәлімет беріңдер. Яғни бұл жерде біздер ғаламторға жүгінетін боламыз. Scratch программалау ортасының мүмкіндіктері. Бірінші біздер сурет алып алайық. Scratch программалау ортасының суретін жүктейміз. Яғни логотипі, копировать картинку және де слайдқа салатын боламыз. Кішірейтіп аламыз.
яғни ақпаратты іздейтін боламыз интернет арқылы. Яғни Scratch дегеніміз не? Scratch дегеніміз бастауыш және орта сынып оқушыларына алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін оқыту үшін қолжетімді оқу визуалды программалау ортасы ретінде ойластырылған. Яғни біздер ғаламтордан мәліметтерді көшіріп алып, оң жағын басып, яғни белгілеп алып, керек мәліметті копировать етеміз, яғни көшіріп, оны өзіміздің слайдымызға орналастырамыз. Яғни бұл жерлерін өзіміз ретке келтіретін боламыз. Бастапқы, яғни пішімін құрып аламыз. Келесі 4-ші слайд бетіне біздер программада өздерінің жобаларын жасаңдар. Яғни өзіміздің жасаған жобамызды слайд бетіне қоюымыз керек. Ол үшін рабочий столға барамыз. Жұмыс үстеліне жоба, дайын тұрған жобамызды көшіреміз. Слайдқа орналастырамыз. Орналасты міне. Бұл біздің Scratch программа ортасында жасалған жобамыз. Келесі слайд бетіне Scratch программа ортасының артықшылықтарын жазатын боламыз. Оны біздер ғаламтордан іздейміз. Яғни келесі слайд бізде Scratch программа ортасының артықшылықтары. Scratch программалау ортасының артықшылықтары. Алынған мәліметті слайд бетіне орналастырамыз. Яғни артықшылықтары осы. Мен біздің жобамыз дайын болды. Яғни оның бірінші бетінде тақырыбы, жобаның екінші бетінде жобаның мақсаты, үшінші бетінде мәлімет, төртінші бетте өзіміз жасаған жобамыз, бесінші бетте Scratch программа ортасының артықшылықтары. Осы жасалған жобаны өз мұғалімдерімізге талқылап жеткізетін боламыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.